15 жасар капитан. Бірінші тарау. Пилигрим атты шкуна-бриг. 1873 жылы 2 ақпанда Пилигрим атты шкуна-бриг Гринвичтен 43-75 оңтүстік ендікпен 165-19 батыс бойлықта жүзіп жүрген. Оңтүстік теңіздерден кит аулау үшін Сан-Францискода жабдықталған 400 тонналық кеме еді бұл. Пилигрим Калифорнияның кеме иемденуші байы Джеймс Уэлдон дегеннің кемесі болатын. Бұны ұдайы бірнеше жыл Гуль дейтін капитан басқарып келгенді. Джеймс Уэлдон Берингов бұғазынан ары оңтүстік және солтүстік теңіздердегі Тасмания мен Горн мүйісіне жыл сайын топ-тобымен кеме керуенін жөнелтіп тұратын. Пилигрим шағын болса да флоттағы шапшаң жүзетін жақсы кемелердің бірі еді. Ол қылаусыз жақсы жабдықталғандықтан шағын командамен ақ оңтүстік мұзды мұхиттың мұз сірескен шегіне дейін барып жүрді. Сең жаз айларында солтүстіктегіден де оңтүстік жартышардағы ендікке жетіңкіреп қалады. Капитан Гуль кемені сондай сіресіп жатқан көшпелі сеңдердің ара-арасымен тамаша жүргізетін. Ізгі үміт мүйісі мен Жаңа Зеландия маңында сең жиі кездеседі. Анығырақ айтқанда, бұл мұздар жылы су шайған көшпелі мұз тауларынан тек кішігірім бөлшектері ғана. Бұлардың көбісі Атлант немесе Тынық мұхитқа түсісімен еріп кетеді. Оңтүстік флотилиядағы таңдаулы теңізшілер мен гарпуншылардың, яғни китке шанышқа ататындардың бірі капитан Гуль болатын. Ержүрек капитан Пилигримді басқарғалы бері, оның қарамағында тәжірибелі 5 матрос пен матростық өнерін жаңа үйреніп жүрген бір жас өспірім қызмет етіп жүрді. Кит аулау кәсібінде қайық қызмет атқарып, ауланған китті сойып, баптау үшін көп адам керек. Мұндай ірі іске бар болғаны 6 адам тым аз еді. Әйтсе де Джеймс Уэлдон басқа кеме иелерінің әдістерін қолданып, Сан-Францискодан тек кеме басқаратын команданы ғана алуды тиімді санаған. Жаңа Зеландияның тұрғын халқы мен ондағы түрлі ұлттардың қашып пысқандары арасынан бір маусымға жалдана кететін шебер гарпуншылар мен матростар қашанда болса табыла береді. Бұлар маусым аяқталған соң қожайындарымен есеп айырысады да, кит аулаушы кемелердің келесі жылғы маусымын күтіп, жағаға түсіп қалады. Бұл жағдай команда жалақысынан бірсыпыра ақша үнемдеп, кит аулау кәсібінен түсетін пайданы молайта береді. Джеймс Уэлдон Пилигримді сапарға шығаруға жабдықтағанда нақ осы әдісті қолданып еді. Шкуна-бриг оңтүстік Поляр теңіздерінен кит аулау кәсібін аяқтағаны сол, бірақ оның трюмінде кеменің астыңғы қабатында кит мұрты сақталатын орын әлі олқы. Кит майы толықтырылмаған кеспектер де көп. Бұл кезде кит аулау тым қиын еді. Аяусыз қыра бергендіктен кит тым сирек кездесетін болды. Нағыз киттер құрып бітуге айналып, енді аңшылар жолақ жон киттерді аулауға кіріскен. Бірақ киттің бұл түрін аулау аса қауіпті еді. Бұл сапарда Пилигримнің жолы болмады. Қаңтар айының бас шамасында Австралия жазының шыжып тұрған кезінде кит аулау аяқталмай-ақ капитан Гуль кері қайтуға мәжбүр болды. Жалдап алған маусымдық матростары жұмысты керенау істей бастаған соң, онда жалқаулардан тезірек құтылғысы келді. Пилигрим солтүстік батысқа бет түзеп 15 қаңтарда Жаңа Зеландия аралының шығыс жағындағы Окленд портына келді. Капитан Гуль жалдап алған маусымдық кит аулаушыларын сонда түсіріп кетті. Пилигримнің тұрақты командасы бұл жолғы сапарына барынша наразы еді. Өйткені шкуна-бригтің жүгі толу үшін әлде де болса кем дегенде 200 тонна кит майы керек. Бұлардың аушылық кәсібінде мұндай сәтсіздік бұрын соңды болған емес. Басқа аңшыларға қарағанда капитан Гульдің өзі аса ренжулі. Бұл сәтсіздік оның аты шулы кит аулаушы деген даңқына аяусыз таңба салды. Жұмысқа кедергі жасаған арамтамақ жалқауларды үнемі қарғап сілеумен болды ол. Оның Оклендтен жаңа адамдар жалдамақ болған әрекетінен де нәтиже шықпады. Теңізшілердің бәрі басқа кит аулаушы кемелерге жалданып қойған. Сөйтіп Пилигримнің олқы жүгін толтыру жөніндегі ниетті қоя тұру керек болды. Капитан Гуль порттан кеткелі жатқанда, бізді ала кетіңіз деп бір топ жолаушылар келіп жалынды. Ақырында қиылған халықтың көңілін қия алмады капитан Гуль. Бұл кезде Пилигрим қожасының әйелі миссис Уэлдон, оның енді ғана 5-ке толған бөбегі Джек, миссистің немере ағасы Бенедикт ағай Оклендте болатын. Бұлар сауда ісімен Жаңа Зеландияға оқта-тектеп бір соғып кететін Джеймс Уэлдонға еріп сонда келгенді. Сан-Францискоға бәрі бірге қайтпақшы екен.
Бірақ дәл жүрер алдында кішкентай бөбегі Джек қатты сырқаттанып қалады да күте тұруға болмайтын аса бір асығыс жұмыспен Джеймс Уэлдон Америкаға шақырылады. Ол әйелін, сырқаттанып қалған баласын, қайнағасы Бенедикт ағайды Окленд портында қалдырып, өзі Америкаға жүріп кетеді. Арада 3 ай уақыт өтеді. Ұдайы 3 айды сүйікті адамынан бөлек өткізу жас әйелге ұшы-қиыры жоқ, тұтас бір ғасыр боп көрінеді. Кішкентай Джек сырқатынан айыққан соң, әйел жол жүруге әзірлене бастайды. Нақ сол кезде Пилигрим Окленд портына келе қалған. Ол кезде Окленд пен Калифорния арасында тікелей қатынас жоқты. Миссис Уэлдон Панама мойнағы мен Мельбурн арасында жолаушылар таситын алтын ғасыр компаниясының мұхитта жүзетін пароходтарының біріне түсу үшін алдымен Австралияға бару керек. Панамаға жеткен соң, Калифорния мен Мойнақ арасында қатынайтын американ пароходтарын күтуі қажет. Ұзақ сапарда бір пароходтан екінші пароходқа ауыса беру уақытты көп алатыны, әсіресе балалы әйелге қиын болатыны белгілі. Сондықтан да миссис Уэлдон Пилигримнің Окленд портына келген хабарын естіп, өзін, кішкентай бөбегі Джекті, немере ағасы Бенедиктті, баласын тәрбиелеп жүрген негр кемпірі Нанды Сан-Францискоға жеткізіп сал деп капитан Гульге келіп өтінген болатын. Желкенді кемемен 3000 лия жол жүру керек. Бірақ капитан Гуль кемесін дәйімі мүлтіксіз тұтатын. Оның үстіне ауа райы экватордың екі жағында да тамаша еді. Капитан әлгі адамдарды алып кететін болды да, дереу өз каютасын жолаушы әйелге босатып берді. Балалы әйел кит аулайтын кемемен 40-50 күндік сапар шегетін болғандықтан, оған қолайлы жағдай жасағысы келді. Сөйтіп миссис Уэлдонның Пилигриммен сапар шегуіне қолайлы жағдай туғызылды. Бірақ жолдан бұру болса да, кемедегі жүкті түсіре кету үшін алдымен Чилидегі Вальпарайсо портына соғу керек. Әйтсе де оның есесіне Вальпарайсодан шығып, Сан-Францисконың нақ өзіне дейін ыңғай соққан желді пайдаланып Американ жағалауымен жүретін болды. Миссис Уэлдон күйеуімен бірге ұзақ сапарларға жиі шығып, жол азабына көндігіп қалған. Теңіз қиындығынан қорықпайтын ержүрек әйел еді. Жасы 30-ды қусырған, денсаулығы тамаша болатын. Капитан Гульдің озат теңізші екенін, Пилигримнің сенімді кеме екенін білетінді. Отыры келіп тұрғанда жағдайды пайдаланып қалу керек болды. Сөйтіп миссис Уэлдон шағын кемемен сапар шегуге бел байлады. Онымен бірге Бенедикт ағайдың да кететіндігі әрине түсінікті. Бенедикт ағайдың жасы 50-ді қусырып қалған. Орта жасқа келсе де, үйден бір қадам жалғыз шығаруға болмайтын еді. Оны арықтан гөрі қатпа деуге лайық. Бойы оншалықты биік болмаса да, біртүрлі ерсі, сорайып көрінеді. Шашы қопыраған, басы ебедейсіз үлкен, кеңсірігінде қорабына алтын жалатқан көзілдірігі бар. Міне, Бенедикт ағайдың түр сипаты осындайды. Оның ғалым адам екендігі бір көргенде ақ беп белгілі. Бұл күнәсіз пенденің өле-өлгенше сақалды сәби болуы тағдырына жазылып туса керек. Оны Бенедикт ағай деп тек үй іші ғана атап қоймай, тіптен басқа адамдар да солай айтатынды. Ол жалпыға бірдей тума-тумыс бола кететін ақпейлі адамдардың бірі еді. Бенедикт ағай өзінің тым ерсі ұзын қолдары мен аяқтарын ешқайда сыйғыза алмайтын, өз бетімен еш нәрсе істей алмайтын дәрменсіз адам болатын. Әсіресе тұрмыс жөніндегі мәселелерді шешуге мүлдем жорғақ еді. Оны масыл деуге болмайды. Өзінің икемсіздігінен қымсынған болып, басқаларды да қымсындырудың ебін таба қоятын. Ол күй таңдамайтын, ыстық суыққа бірдей, біреудің көңілін жықпайтын, ынтымақшыл болатын. Егер үй іші ескеріп ас бермесе, өздігінен ас сұрамай күн ұзаққа аш жүре беретін көнбіс адам еді. Бенедикт ағай айуанаттан гөрі өсімдік дүниесіне жуығырақ сияқты. Қасындағы жолдасына не пана, не ас болуға қабілеті жоқ жапырағынан айырылған жеміссіз ағаш тәрізді. Бірақ ол мейірбан, адал адам. Нашар да болса оны жұрт сүйетін, мүмкін оның нашарлығын ескеріп сүйетін болар. Оны миссис Уэлдон өзінің баласындай, кішкентай Джектің бауырлас ағасындай көретұғын. Дегенмен Бенедикт ағай ас ішіп, аяқ босатар масыл емес екендігін айта кету керек. Керісінше шаршау дегенді білмейтін еңбек сүйгіш іскер адам. Оның бар ықыласы жаратылыс тарихына ауып соған әуестенген. Жаратылыс тарихына дегеніміз айтып бітіре алмайтын көп әңгіме. Бұл жалпы ұғымға зоология, ботаника, минералогия және геология сияқты бірнеше ғылымдар енетіні мәлім. Әйтсе де Бенедикт ағай ботаник те, минералог та, геолог та емес. Ендеше кез келген хайуанды мүшелеп сойып, қайтадан бұрынғы қалпына келтіре алатын жаңа дүниенің кювиесі дерлік зоолог болғаны ма?
жануарлардың дүниесін кювие бөлген 4 түрін омыртқалылар мен былқылдақ денелілерді, буын денелілер мен жарқырауық денелілерді зерттеуге бар өмірін арнаған ба? Бұл ынталы да аңқау ғалым осы 4 түрдің әр түрлі топтарын, кіші топтарын, тұқымдарын, тұқымдастарын талдап біле ме? Жоқ. Бенедикт ағай омыртқалылар тобына жататын сүтқоректілерді, құстарды, бауыр мен жорғалаушыларды немесе балықтарды зерттеумен шұғылданды ма? Жоқ, шұғылданған емес. Мүмкін ол былқылдақ денелілерді зерттеген болар. Әлде аяғы басына біткен бас аяқтылар мен шаңқылардың жасырын сырларын ашқан шығар. Оны да істеген жоқ. Ендеше ол осы медузалар, тікенектерілер, жабысқақ жәндіктер тағы да басқа жарқырауық топтарды зерттеп, ұзақ түн шам жағып отырған болды ғой. Ақиқатын айту керек. Бенедикт ағайдың ықыласы жарқырауық жәндіктерге де ауған емес. Олай болса, бүкіл зоологиядан қалғаны тек буындылар тобы ғана. Әсіресе Бенедикт ағайдың бар ықыласы осы топқа түгел ауғандығы өзінен өзі түсінікті. Әйтсе де, мұны әлі де болса анықтау керек. Буынды жәндіктер 6 топқа бөлінеді. Шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа, көп аяқтылар, өрмекші, шаян тәрізділер, мұрт аяқтылар, шиыршық құрттар. Расын айтқанда Бенедикт ағай жер құртынан сүлікті, үй өрмекшісінен сары шаянды, теңіз жұлдызынан креветканы, кивсяктан склопендерді ажырата алмайтынды. Ендеше Бенедикт ағайдың кім болғаны? Ол ешкім де емес, қарапайым энтомолог. Энтомология ғылымы буынсыздардың барлық түрін тексеріп, зерттеумен шұғылданатын жаратылыс тарихының бір саласы екендігіне таласушылар да табылар. Жалпы алғанда бұл дұрыста. Бірақ әдетте энтомология деген ұғымның бұл тараудағы мазмұны өте шағын болады. Бұл термин тек жәндіктер туралы ғылым саласын белгілеуге ғана қолданылады. Басқаша айтқанда омыртқасыз буын аяқтылар. Бұлардың денесі 3 бөлімнен, бас, кеуде, қарыннан құралады. Жәндіктердің 2 мұрты, төсінде 6 аяғы, көбісінің 2-2-ден қанаты болады. Сөйтіп Бенедикт ағай күллі өмірін шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа сияқты жәндіктер дүниесін зерттеуге арнаған энтомолог болған. Бұл жөнінде Бенедикт ағайдың бітіретін түк жұмысы жоқ екен деуге болмайды. Оның істейтіні көп. Жәндіктердің бұл бөлімі 10 топқа бөлінеді. Бірінші топ – түзу қанаттылар. Мысалға тарақандар, шегірткелер, қара шегірткелер, тағысын тағылар. Екінші топ – тор қанаттылар. Арыстан, құмырсқа, инелік. Үшінші топ – жарғақ қанаттылар. Бал арасы, сағызақ қанатты құмырсқа. Төртінші топ – қабыршақ қанаттылар. Көбелек. Бесінші топ – қатқыл қанаттылар. Қандала шегірткенің тағы бір түрі – шіркей. Алтыншы топ – қатты қанаттылар. Саратан қоңызы, алтын қоңыз. Жетінші топ – қос қанаттылар. Маса, шіркей, шыбын. Сегізінші топ – желпуш қанаттылар. Стилопс немесе желпуш қанатты. Тоғызыншы топ – паразиттер, бит. 10-шы топ – төмен сатылы жәндіктер. Қабыршақ қанатты ұсақ жәндіктер. Бірақ бір ғана қанатты қанаттылардың түрі 30 мыңнан кем емес. Ал қос қанаттылар 60 мыңға жетеді. Сондықтан да жұмыс бір адамға артығымен жетіп жатыр. Бенедикт ағайдың өмірі тұтасымен тек қана энтомологияға арналған. Ғылымның бұл тарауына өзінің күш-қуатын түгел бөліп еді ол. Әйтсе де осы ғылыммен ояу кезінде ғана шұғылданып қоймай, тіптен ұйықтап жатқанында да есіл-дерті сода болған. Түсінде де өңшең шыбын-шіркей көретінді. Жеңінің қайырмасына, бешпентінің өңіріне, қалпағының етегіне сан жеткісіз түйреуіштер шаншулы болады. Бенедикт ағай қала сыртына шығып, серуендеп қайтқан кездерде қалпағын көрер болсаңыз, шыбын-шіркей жинағының қоймасы екен дер едіңіз. Қалпағының іші сырты бірдей түйреуішке шаншылған, өңшең ғана шыбын-шіркей болатын. Бұл қызық адамның сыр-сипатын суреттеп толықтыра түсу үшін қосарымыз, оның ерлі-зайыпты Уэлдондарға еріп Жаңа Зеландияға келгендегі мақсаты тек қана энтомология ғылымы жөнінде жаңалықтар ашып, ғылым құмарлығының шөлін басу еді. Жаңа Зеландияға бару сапары сәтті болып, қазынасын бірсыпыра сирек кездесетін шыбын-шіркейлермен байытып алған. Енді осы баға жеткісіз табыстарын өзінің Сан-Францискодағы үй музейіне апарып, іріктеп түрге бөлу үшін тез қайтуға асыққанды. Миссис Уэлдон бөбегімен пилигримге отырып елге қайтқанда, Бенедикт ағай да олармен бірге жолға шыққандығы әрине түсінікті. Миссис Уэлдон жазатайым қауіп-қатер төне қалса, Бенедикт ағай сүйеніш болар деп мүлдем ойламап еді.
Енді бір жақсы жері, жылдың бір осы маусымында мұхиттың тым қатты туламай тыныш жататын кезінде сенімді капитан басқарған кемемен рақаттана сайраңдап еліне қайтатын болды. Пилигрим ұдайы 3 күн Оклендте тұрған кезінде миссис Уэлдон жолға қажетті шаруасын сақадай сай етіп дайындап алды. Енді кемені бөгемей тезінен жөнеп кеткісі келді. Жергілікті қызметкерлермен есеп айырылысып болды да, қаңтардың 22-сі күні кішкене бөбегі Джекті Бенедикт ағай мен негр кемпірі нанды ертіп Пилигримге келіп орналасты. Бенедикт ағай өзінің қарнаулы қаңылтыр қалбырға салып мойнына асып жүретін баға жеткісіз шыбын-шіркей коллекциясының ішінде қатты қанатты, көздері төбесіне біткен етқоректі стафилин деген қоңызда барды. Ғалымдар оны күні бүгінге дейін тек қана новокаледондық фаунаға тән деп шамалап келген. Ол жақта шаққаннан адам өлетін улы өрмекші болады. Оны Жаңа Зеландияның тұрғын халықтары мауристер катипо деп атайды. Олар Бенедикт ағайға сол өрмекшіні де ала кетіңіз деп мәслихат еткен. Бірақ өрмекші шыбын-шіркейлер тобына жатпайды. Өрмекші тәріздестердің тұқымы өзіне басқа. Улы өрмекшінің ғылым үшін ешқандай бағасы жоқ. Сондықтан да Бенедикт ағай өрмекшіні қомсынып, коллекциясына қосқысы келмей, одан гөрі Жаңа Зеландияның стафилин қоңызын бағалы экспонат деп санады. Әрине, Бенедикт ағай коллекциясын қамсыздандырып, ақша аямай тиісті жарнасын да төледі. Бұл коллекция ол үшін Пилигрим трюмында жатқан бүкіл кит мұрты мен кит майынан анағұрлым бағалы еді. Миссис Уэлдон жолдастарымен бірге кемеге келген кезде капитан Гуль жолаушыларға: «Миссис Уэлдон, сіз мұхитты кесіп өту үшін Пилигримді таңдадыңыз ғой. Бұл жауапкерлікті әрине ұғатын боларсыз», деді. Капитан Гуль: «Бұл сауалыңызды қалай түсінер екенбіз?» Сонда капитан: «Мен мистер Уэлдоннан ешқандай нұсқау алғаным жоқ. Сондықтан сізге осындай сауал беруіме тура келді. Бұл бір. Екіншіден, шындығын айту керек қой. Қауіпсіздік жайына келгенде жолаушылар тасу үшін әдейі жабдықталған пакет боттан шкрунабрик көп төмен», деп жауап қайырды. Сонда миссис Уэлдон: «Егер Джеймс Уэлдон осында болса, ойланбай-ақ баласын ала менімен бірге Пилигриммен сапарға шығар еді. Сіз бұған қалай қарар едіңіз?» деп сұрақ қойды. «Оған сөз бар ма?» деді капитан Гуль. «Өз бала шағам болса, Пилигриммен мен де күдіксіз-ақ кете берер едім. Биылғы аушылық маусымын сәтсіз аяқтағаны болмаса, Пилигрим тамаша кеме. Өзінің үздіксіз бірнеше жыл басқарған кемесіне теңізшінің сенімі кәміл. Менің де Пилигримге деген сенімім сондай. Миссис Уэлдон, сізге бұл сияқты сауал беру себебім ұятқа қалмайын. Сіздің әдеттеніп қалған жағдайыңыздың мұнда болмайтынын алдын ала ескерткенім ғой». Капитан Гуль: «Егер күллі іс жағдайдың қолайлы-қолайсыздығына тіреліп тұрса, ондай нәрсе мені жолымнан қалдыра алмайды. Мен каютаның тарлығы мен дастарханның олқылығына наразы болып капитанға маза бермейтін ерке жолаушы әйел емеспін». Миссис Уэлдон көтеріп тұрған бөбегіне бір қарап алды да сөзін қорытты. Сөйтіп: «Капитан, енді жолға шығайық». Капитан сол сәтте якорь көтеруге бұйырды. Пилигрим кешікпей-ақ желкендерін көтеріп Окленд портынан шықты да Американ жағалауына қарай бет түседі. Бірақ 3 күннен соң шығыстан қатты жел тұрды. Енді желге қарсы жүзу үшін кеме бұрынғы бағытын амалсыз өзгертті. Сондықтан өз капитанының ырқына көнбеген Пилигрим ақпанның 2-сі күні таңертең жоғарғы ендікке жетіп қалды. Горн мүйісін айналып өтетін кемелердің қай капитаны болса да жаңа дүниенің бас жағалауымен жүретін төте жолмен жүрмей нақ осы бағытпен жүрер еді.